Басталды ма? Сәлеметсіңдер ме? Менің есімім Азат, және бұл менің Өскеменге бірінші рет келуім. Бірден шындықты айтайын. Бұл қала маған мүлдем ұнаған жоқ. Білмеймін не үшін екенін. Бәлкім өмір бақи Алматыда өскендіктен шығар, Өскемен маған тым қарапайым болып көрінеді. Жоқ, қала өте әдемі, бірақ та менің алдыма қойған мақсаттар үшін бұл қала тым тар сияқты. Және бір қызығы, мен қанша қалада болдым, тек Өскеменде ғана қолыңды созып такси тоқтата алмайсың. Мыналар немен сол құрма? Брат, не істеп тұрсың? Такси тоқтаттым. Апару шақыра салмайсың ба? Апару? Ол неме? Жейтін нәрсе ғой. Ойнап айтам, брат, такси ғой. Ал оны қалай шақырады? Сен вообще местный емессің ба? Жоқ, мен Алматыдан жаңа ғана келдім. Қай жаққа барасың? Иркуттың общагасына. Жүр онда, брат, менімен бірге кетіп қалдың. Апару деген осы. Ал бауырым, Өскеменге қош келдің. Рахмет. Қалай, ұнап жатыр ма? Пойдет. Бірақ та мен кішкене газ шығар деп ойлағам. Газ? Адамдардың противогаз киген көріп тұрсың ба? Вроде жоқ, бірақ та мен солай елестескен өзіме. Алматыдан келдің бе? Иә, оқуға келдім. Қайда Өскемен? Мен Нью-Йоркқа салам. Сіз кішкене ғана маған сеніңізші. Сен сол айдалаға шетелге жібереді деп ойлап тұрсың ба? Шешең жалғыз қалдырып кетейін деп тұрсың ба сонда? Бармайсың сен онда, мен сені жібермеймін. Ақшам болса мен сенен аяр ма едім, балам-ау? Ақша жоқ қой енді. Түсінсеңші? Өскеменде не бар? Өскеменде маған қандай мүмкіндік бар айтыңыз? Мүмкіндік бар. Мына серпін деген бағдарлама бар екен. Онда жаңағы оқитын адамдарға жатақхана тегін дейді, шәкіртақы төлейді екен. Одан артық саған не керек, балам? Сен енді шешеңде жағдайың кішкене ойласаңшы, әкең тірі болса біз осындай жағдайға душар болар ма едік? Негізінде Жарайды ма? бұл қалаға тек мамам үшін ғана келдім. Жарайды, түсем. Серпілмен Бірақ та Өскеменге барам. бір айдан кейін, Құдай қаласа, Нью-Йоркқа кетеміз. Нью-Йоркқа? Иә. Базар жоқ пайки, сол жаққа барып өлең жазса, рэп жазса. А сен рэперсің ба? Иә, өлең жазамын негізі. Негізінде шетелде мүмкіндік деген жетеді ғой. Жігіттер, мен сендерге бірдеңе айтамын. Мүмкіндік ол кез келген жерде бар. Қай қала маңызды емес. Ол адамға байланысты. Адам өз-өзіне сенімді болса, кез келген қалада жарып шығады. Алматы, Өскемен, Семей, Нью-Йорк мүлде маңызды емес. Сен по-любому осында қаласың. Неге? Өскеменнің қыздарын көрдің ба? Өскеменнің қыздары бар ғой. Басқа қаланың ұлдары Өскемен қыздарын көріп, осында қалып қалады, негізі бар ғой. Жоқ, мен Алматыда нормальный қызым бар. Мен оны жақсы көремін. Брат, қалады онда. Өскеменнің қыздары шынымен де өте әдемі. Она бомба, билегінде румба, белдерің майысады, как примадонна. Ілді басқа, ескі күн таспа, таң атқанша биле қайрап нұртасқа. Келдік. Жоқ. Өзіңе қалдыр. Ұят болады. Өскеменнің адамдары қонақжай. Бесплатно. Тоқта, асықпа. Қазір. Мына қара жібер. Любойын ал. Вот, Арсеньо такси. Артын қара. Өскемен сені өзгертеді. Өскемен сені өзгертеді. Сен осында точно қаласың. Мен айтты дедім. Көреміз. Сонымен, осылай менің Өскемендегі өмірім басталды. Әбден Алматының жылдам ритміне үйреніп қалғандықтан шығар, бұл қала мен үшін тым өлі сияқты. Көреміз, бәлкім бауыр басып қалармын. Үлгермесемші? Үлгересің сен. Широкийсің бейне. Алло, жүре бер бар. 105, 104.
Ал саған не керек? Кіруге бола ма? Мен серпін бағдарламасымен Алматыдан келгем. Кір. Есімім Азат болады. Алихан, аяқ киім шешпейсің ба? Точно. Ну чё, Азат, төрлет, общага болса. Базар жоқ. Мынау общага ма әлде гостиница? Енді Өскемендегі ең жақсы общагалардың бірі ол ВКУ-да. Аралап көрсең болады. Енді мен ресми түрде өскемендік болғандықтан сендерді бұл қаламен жақынырақ таныстырып өтейін. Өскемен Қазақстанның шығысында, Ертіс пен Үлбі өзендерінің қосылатын жерінде орналасқан. Өзендер қаланы екі бөлікке бөледі. GTA Vice City'дің картасындағыдай. Өзендер ғана емес, Өскеменде уақыттар да бір-бірімен тоғысатын сияқты. Қаланың бір жақ бөлігі Совет одағында қатып қалған. Мысалы, ДКМ-нің ар жағындағы көшелерде бұрынғы заман туралы кинолар түсіруге болады. Қышты жаққа қарай барсаң, керісінше заманауи Өскеменге тап боласың. Егер сіз ешқашан Өскеменге бармасаңыз, уайымдамаңыз. Сізде міндетті түрде Өскеменнен сувенир болады. Себебі сіздің қалтаңызда сыңғырлап жүрген бүкіл монеталар Өскеменде жасалады. Мен саған қазір Өскемендегі ең мықты шаурманы жегізем. Осында ма? Жүр, тез. Күшті екен. Айттым ғой мен саған. Мына донер емес пе, неге сендер балықтан шаурма дейсіңдер? Өскеменде лавашқа орылған нәрсенің барлығын шаурма деп атайды, так что жибер. Бүгін ағайын спарщикпен жүр, так что бұл қаладан ешкімнен қорқпай қой дейді. Өй, смело жүрсей. Мен мына спарщикпен келген кезде барлығын сұра отырғыз. Қалайсың, Не істеп отырсың? Амандаспайсың ба не? Амандасам. Сен что-то конспект жазып отырған адамға ұқсамайсың ғой. Үлгересің бе? Үлгерем. Өй, мына уақыт алады шаурма. Ертең кейін жазып қой, ұқтың бе? Дейсің бе? Өй, жибер. Бұл кім? Өй, Акиматский деген біреу. Өскеменнің бетке ұстар жынды сол. Күнде жанына жолама. Аламам. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Донерді почему-то шаурма деп айтады екен. Қайдағы қыздар ма? Айтпақшы, мам, сен Әселмен сөйлескен жоқсың ба? Мен просто бір апта болды, Әселмен дұрыс сөйлесе алмай жүрмін. Телефон алмай. Жақсы, мам, сау болыңыз, бетіңізде сүйдім. Мен де сізді сағындым. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, мам. Давайте. Кеттік прозапшай, пока на мажоров делает шей. Короче, досым, бүгін бірінші курстарға арналған үлкен дискотека болып жатыр. Бірақ енді Өскеменнің қыздары кішкене өздерінше болып қалған. Сондықтан тупитап қалма. Өзіңнің алматылық мықты жігіт екенін көрсет. Жарай ма? Алматыда қызым бар ғой. И чё? Нормальный киін, замогыңды тарт, сен красавчиксың. Кеттік па? Жүр. Зажигаем. Қаларға атып жіберейін ба? Басын істемесе қосым ба? Жүріңдер, билеп қайтайық. Өскеменнің халқы алматылықтарға ұқсамайды. Бұл жақта Алматыдағыдай қарбалас тіршілік жоқ. Адамдары өздеріне қойылған шектеумен өмір сүретін сияқты. Және олар сол шектеуден ешқашан аспайды. Шығыстың жастары талантты және ақылды, бірақ та өздеріне сенімсіздеу. Олар мүмкіндіктерді басқа қалалардан іздейді. Алматылық құрдастарымның көздерінен көрген жалынды Өскеменде көре алмайды. Жақсы болды ғой. Оқудан шығарып жүрсе екен. Өскемен қалайсың? Мәссаған, сен де звондайтын күнің бар екен ғой. Мен сені ұмытып кеттім бе деп ойлағам досым. Енді, брат, звондайтын уақыт жоқ, просто жұмыс қой күнде. Че там, қалың қалай? Жақсы, брат, өзің қалайсың? Брат, мен саған бір жаңалығым бар. Тыныштық па? Дайын болыңыздар, қазір киноның мен үшін ең жаман жері басталады. Маған досым керемет жаңалық айтты. Алматыда 6 жыл жүрген қызым менің Өскеменге келгеніме 1 ай болмай өзіне басқа жігіт тауып апты. Бәсе неге телефон алмайды деп қоямын. Чотон, брат, бәрі дұрыс па? Бәрі керемет.
кетем Өскемен. Серьезно кетейін деп жатсың ба? Мүлде ұнаған жоқ балалар. Сен қарның аш тұра секілді ғой, кетке шаурма жеп қойдық та. Тем более жемеймін. Бүкіл әлемде ол донер деп айтады, естіп жүрмін. Өтік бар ма? Білмеймін, қарашан жүрген. Холодильникте өтік. Саған мороженое ма не холодильникте сапай? Енді общага ғой енді. Қалаларың да вообще ұнаған жоқ, адамдарың да вообще ұнаған жоқ. Может, ойланарсың? 6 жыл жүрдік, ойлашы, 6 жыл жүрдік. Бір ақ ай болды Өскемен келгенмен уже басқа жігіт тауып апты. Вообще ұнаған жоқ қалаларың. Алматыға барасың, не істейсің ал? Не істейсің Алматыға барасың, айтшы ал. Маңызды емес, не істеймін. Маған самый главный осы қалада кету керек. Мына футболка маған тыса кетші. Нормальшы. Азат, ойланасың ба? Қалай Өскемен ұнады ма? Өскемен? Ұнады ма? Қайдағы ұнаған? Вообще Өскемен мен өз өткен жоқпын. Вообще не в тему қалай екен, тезірек Нью-Йоркқа кету керек. Бауырым, Нью-Йоркта адамдар сен құшақ жайып қарсы алады деп ойлайсың ба? Ол жақта хотя бы толерантты ғой адамдар. Толерантно. Бауырым, өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол. Білесің ба, ол адамның өзіне байланысты. Адам ішінде не бар, ойында не бар, соны көреді айналадан. Мысалға шыбын айналасында қоқысты көреді, ал ара балды көреді, гүлді көреді. Сондықтан мен ойлаймын, бүкіл әңгіменің бәрі сенің ішіңде, жүрегіңде және басыңда. Вокзалға келдік қой баға, Келдік қазір. Ана жерде тұрсаң шамды. Сен рахмет ағы қанша болды? Жарайды, тегін ғой. Қалай тегін? Бара бер. Нью-Йоркқа барғанда төлейсің. Өскемен мені шынымен де жібергісі келмейтін сияқты. Енді бұл қаладан кетейін деп жатқан кезде өзімнің жаңа қызымды кезіктірді. Саған асықпа деп мына есікті жай жаппайсың ба? Байқамай қалдым, просто астам уже тұрған жерде не істеймін? Аға, басыңшы скорға қарай, басыңшы. Бәрі дұрыс бол. Ай, бекерге ана қыздың мұрнын. Нормально шеке болған жоқ. Сындырдың ғой мұрнын, қалай ештеңе болған жоқ. Кетіп қалды, еще. Айттым ғой саған, Өскеменде қаласың сен, Өскеменде қаласың деп. Өскемен весело приключениямен жүреміз. Шамасы апарудың таксисті дұрыс айтқан сияқты. Жаман қала болмайды. Тек адам өзінің ойы қандай болса, айналасына соны көреді. Айтпақшы, таныс болыңыздар. Бұл қыздың аты Эля. Және осы қыздың арқасында мен Өскеменнен бұрын байқамаған сұлулықты көре бастадым. Соған қарағанда Өскемен шынымен де мені өзгертіп жатқан сияқты. Не істейміз? Брат, сушняк ішу керек емес. Сушняк? Қайдан алғасың аны? Әкеш? Брат, тол не қой. Тұра ма? Брат, ема. Ана елі ма? Не сен жүрмі? Өскемен керемет қала екен. Біздің қаламыз әдемі. Эля, мен саған бірдеңе айтайын деген. Мен сені... Не істеп жүрсің? Аға, ол мен жігітті мен жақсы көрем. Артур, Азат кешірші. Мына мен жынды ағаларым. Мынау ана жол чорт емес пе ме? Ағаларым? Өскемен қалайсың? Нормально ма? Жұмыс, бала-шаға, ешкім түспейді ма? Че на тренировке не ходишь? Кет күрес? Да ладно, брат, я угораю, замес емес. Өскемен, Өскемен. Өскемен, Өскемен. Прилетел на самолете, поедешь по проспекту. Поначалу будет только частный сектор. Ближе к центру окружающий мир приятнее. Дома понаряднее, обстановка поопрятней. Будь аккуратней, не сори в общественных местах, а то появятся люди в бронежилетах. Проверят карманы, посмотрят документы, будут задавать вопросы, говори ответы. А БД были? Нет? Пройдемте. А были? Ладно, все равно пройдемте.